общем, хей, бәріңе сәлем достар. Сіздермен бірге менің атамыз Кизет. Достар, бүгінгі видеоға қош келіңіздер. Достар, бүгінгі видеода мен мод түсіретін боламын. Машинаның моды сіздерге де арналған. Қазір онда кеттік. Ал ендеше кеттік достар, қараңыздар. Міне қазір мен осындай орманда жүрмін, осындай мир ашып қараңыздар. Қазір мен машинаның, бірақ бұл Lamborghini тіктедім. Қазір мына жерден, міне мына жерде мына екеуі тұр. Бірақ бұда үш машина. Үш машина болады сіздерде. Мына жерде тағы да бір машина болады. Міне қазір сіздерге көрсететін боламын. Міне Lamborghini, жасылы, ағы, қарасы. Сіздер осы лайктарыңызды басып, арнаға жазылмаған болсаңыздар, жазылып кетіңіздер. Мен болса сіздерге арнап мод түсіретін боламын. Сіздер осы тіркеліп кетіңіздер. Мына white, міне ақ түсі. Қараңыздар, міне. Бірақ сұрт түсті екен, бірақ сіздер міне әдемі машина, еще дөңгелегінде қараңыздар. Дөңгелегінің өзі дерзкий, желі, бірақ желі жоқ сияқты. Достар, осындай машина, міне қараңыздар. Дағы да көрсетейін. Мына қарасын яқа қоям. Міне кәдімгідей. Бірақ бұл достар тез жүреді, бірақ бұл достар тез жүреді. Және бұның бір кемшілігі, бұл машиналардың үш машина, бірақ бір кемшілігі қараңыздар. Мына жерде айна жоқ. Іштен кен көре алмайсың. Драйв деген болсаң, бірақ іштен кен көре алмайсың. Бірақ достар, қазір мен сіздерге осыны қай жерден тарту керектігін түсіндіретін боламын. Сосын лайк басып келіңіздер. И комментарияларыңызды жазыңыздар. Тағы да басқа айнасы бар, басқа өзім қолданатын видео түсіріп жүрген кезде машина түрлі тағы да басқа модтарын қолданам. Сол кезде соларды көрсететін боламын. Айнасы бар, содан екіше көрсететін болады. Бірақ мынаны тартсаңыздар болады, айнасы жоқ, бірақ тез жүреді. Қазір кеттік. Общем, міне қазір қайталау дейді. Уже міне ойын анау-мынау. Мына жерде қолданбалар дегенге алып, қазір неқа қойып, қараңыздар, неқа біз Майнкрафт деп жазамыз. Майн. Сіздер өз клавиатурасы сондай Майнкрафт мод деп жазасыздар, осылай мод. Өздеріңіз егер білсеңіздер, өйтіп жазып Майнкрафт мод деп жазасыздар, короче осылай. Сол кезде міне осы бірінші болып тұрып осы шығады. Block Master for Minecraft P деген шығады. Осыны үстін басып, осыны тартасыздар. И тартып болған соң ашу деген үстін басасыздар. И өзі сіздерді осыған лақтырып жібереді. И қазір көрсетемін. Тағы да басқалар бар, айнасы бар, бірақ оларды зың кәдімгідей, оларды тез жүреді. Қазір міне кірсін. Кірсін қазір. Болды уже кірді. Міне осы жерден біз аддон сынақты скиндер өздеріңіз сандай берсеңіздер болады. Егер білсеңіздер, білеме деп жазып кетіңіздер, неқті FNAF аддонс деген үстін басасыздар. Өздерден түрлі Godzilla, сырқ құбыжықтары анамына шығады. И міне осы жерден мұнан тартсаңыздар болады. Мен қолданып жүрген, міне осындай айнасы бар. Осы міне бір жерін көріп тұрсыздар ма? Міне 1:19 деп тұр. Мынада 1:19 екен, 1:19 плюс. Міне оны Bumblebee дейді сондай. Мына Mercedes. Мынаны тартсаңыздар болады. Ұшақ, мынау Nissan. Мынаны тартсаңыздар болады. 1:19 осылардың жерлеріне толып тұр. Ал жаңғылдегі мен көрсеткен міне мынау осы. Жаңғылдегі Lamborghini 3 машина алатын, терезесі жоқ. Осында тартсаңыздар болады, егер өздеріңізді 1:18-де. Достар, бірақ бұл тек 1:19 версияларына ғана жарайды. Мынаны тартсаңыздар болады, армия. Бірақ мына жерде ең ұнап тұрғаны маған мынау Lamborghini Sian деген ұнап тұр. Осы жаман күшті. И бізге Mercedes, и мына ұшақ. Өзін, короче, 1:19 версияларына өткізіңіздер. Айтпашы, мынау төбесіндегі оружие тұр, осы 1:19 плюс деп тұрған, осыларды тартсаңыздар болады. И өздеріңізге тағы да керекті нәрселеріңізді нақтан тарта бересіздер. Фернитуре дегенде осылай мод, мебелдер 1:19, 1:18 сіздер қандай. Бірақ жаңғылдегі мен көрсеткен машиналар ол
19-га жарайды. Тек қана бірден мына жерде түрлі автоматтар, пистолеттер тұр. Менде қазір мына жерде 360 теңге бар. Ал онда сіздермен бірге мен болған Алпамыс KZ. Ал сау болыңыздар.